Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай тәтті таба нан менен тоқаштардың рецебін ұсынамын. Яғни бір қамырдан тоқаштар жасауға болады, және де осындай тәтті таба нан да жасауға болады. Өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген енді өте керемет. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл шынымен мінсіз қамыр. Алдыменен бізге жылы су қажет болады. Мен осындай кесеменен өлшеп алдым. Алдыменен жылы суымызды құйып аламыз. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек, ыстық емес, жылы болуы тиіс. Кейін осы суымыздың үстіне қантымызды қосатын боламыз. Кейін осы қантымыздың үстіне тұзымызды қосамыз. Осы тұзымыздың үстіне ашытқымызды қосамыз. Мен пакмай ашытқысын қолдандым. Жалпы маркасы міндетті емес, яғни маңызды емес қандай қолданатыныңыздың. Өздеріңіз күнделікті өмірде қандай қолданасыздар, жалпы пакмайын қолданам, жаман емес. Кейін сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майымызды қосып, венчикпен араластырып аламыз. Кейін оның үстіне, яғни жұмыртқамызды жаратын боламыз. Дайындалуы өте жеңіл, шын айтсам, мінсіз жақсы болып 100% шығады. Оған күмәнданбаңыздар. Мен әрқашан осы қамыр арқылы жасаймын, әрқашан жақсы шығып жүрді. Осылай венчикпен араластырып аласыздар. Венчиктарыңыз болмаса, шанышқымен де араластыруға болады, яғни вилкамен. Бұл жалпы маңызды емес. Енді ескере кететін бір жайтты айтайын. Бізге жалпы 2 жұмыртқа қажет, бірақ та мен бір жұмыртқаны толығымен қостым. Ал екінші жұмыртқаның ақ ауызын, яғни ағын қостым да, сарысын алып қалдым. Бұл сарысыменен ең соңында дайын қамырдың бетіне жағуға алып қалдым. Яғни бір жағынан ол үнемдеу мақсатта, екінші жағынан, яғни ысырап болып қалмайды. Сол себепті сіздер бір жұмыртқаны толығымен қосасыздар, екінші жұмыртқаның ағын қосасыздар да, сарысын осылай бөлек алып қаласыздар. Енді ұн қосамыз. Жалпы ұнды мен бірден қоспаймын. Маған жаңағы бөліп қосқан өте жеңіл. Себебі мен жалпы қанша ұн кететінін де көре алам, қаншалықты қажет екенін де көре алам. Сол себепті осылай бөліп қостым. Жалпы алғанда бір қамырды илеу үшін маған 1 кг 200 грамм ұн қажет болды. Енді сіздердің әр ұн әртүрлі болады. Сортына байланысты, маркасына байланысты, жалпы құрамына байланысты. Сол себепті өздеріңіз қарап отырасыздар. Жалпы қамырымыз біздің жұмсақ болып үйленуі тиіс. Яғни қаншалықты ұн алады, сонша ұн қосып жаңағыдай жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мен осылай аз-аздан қосып, алдыменен венчикпен, кейін жаңағы қамырым қатая бастаған кезде қолменен иледім. Міне менің қамырым жаңағы венчикпенен илегенде біраз қатайды. Болды, енді мен осылайынан, яғни қолмен илеп, қанша жаңағы ұн қажет, сол ұнымды қосамын. Кейін осылайынан алып айналдырып алам. Міне менің қамырым дайын болды. Осындай болып шығуы тиіс. Қатты көп ұн қоспаңыздар. Кейін яғни ұнымыздың үстіне мен жаңағы орамалменен жауып, жылы жерге қойып қоясыздар. Ең кемі 1 сағаттай тұруы тиіс. Негізі жаңағы қамыр өте тез көтеріледі. Бір сағаттай уақыт өтті. 1 сағат уақыт өткеннен кейін, яғни алдыменен формамызды дайындап аламыз. Мен кәдімгідей дөңгелек противеньді алдым. Түрпішісіне де пісіруге болады. Жалпы бұл енді маңызды емес. Осылайынан жаңағы противеньді реттеп аласыздар да. Міне қамырымыз көтерілді. Қамырдың размері, міне қалай қарасаңыздар, 2 есеге көтерілді. Осыны алып, жаңағы шарик етіп тоқаштар жасауға болады. Кез келген қыздар жаңағы үлгіде жасауға болады. Бұл жерде яғни маңызды емес, дөңгелек етіп жасайсыздар ма, жайып қойып, жаңағы жүрекше етіп жасайсыздар ма, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен жартысынан, яғни тоқаштар жасадым, яғни булочки жартысынан.
дөңгелек етіп тәтті таба нан жасадым. Қыздар, бұл жерде өздеріңіз фантазияларыңызға байланысты, бұл жерде нақты бір қандай да бір схема жоқ. Өздеріңізге қалай ыңғайлы сөйтіп жасайсыздар. Жалпы ең оңай түрі осылайынан шарик етіп жасау. Мен жалпы осылайынан жасаймын. Осылайынан формаға салып духовкаға қоямыз. Міне жалпы 50 минуттың ішінде пісті. Жан-жағына, яғни тәтті тоқаштар жасадым, ортасына таба нан етіп жасадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Өте дәмді болады. Яғни жұмыртқаның сарысын жағасыздар міндетті түрде. Осылайынан жып-жұмсақ болып шығады. Жұмыртқаның сарысын міндетті түрде жағыңыздар, сонда сырты, яғни мөлдірлеп тұрады. Сондай жып-жылтыр болып, өте күшті болып шығады. Дүкеннің тәтті тоқаштарынан еш айырмашылығы жоқ. Керемет болып шығады, ас болсын.